Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Сайран Тұрсынбайқызы. Добрый день, уважаемые зрители! Вместе с вами преподаватель областного центра обучения языкам Тілдарын Сайран Тұрсынбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Гүл, табиғат, көркі». Тема нашего сегодняшнего урока «Цветы – это красота природы». Жаңа сөздермен танысамыз, познакомимся с новыми словами. Гүл, цветок, гүл, цветок. Табиғат, природа, табиғат, природа. Көрік, красота, көрік, красота. Гүл сыйлау, дарить цветы, гүл сыйлау, дарить цветы. Гүлдің түрлері, виды цветов, гүлдің түрлері, виды цветов. Дала гүлдері, степные цветы, дала гүлдері, степные цветы. Бөлме гүлдері, комнатные цветы, бөлме гүлдері, комнатные цветы. Емдік гүлдер, лечебные цветы, емдік гүлдер, лечебные цветы. Раушан, роза, раушан, роза. Қызғалдақ, тюльпан, қызғалдақ, тюльпан. Лалагүл, лиля, лалагүл, лиля. Бақбақ, одуванчик, бақбақ, одуванчик. Бәйшешек, подснежник, бәйшешек, подснежник. Түймедақ, ромашка, түймедақ, ромашка. Қалампыр, гвоздика, қалампыр, гвоздика. Алоэ, 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 алоэ. Өсіру, выращивание, өсіру, выращивание. Гүлді өсіру, выращивание цветов, гүлді өсіру, выращивание цветов. Енді осы тақырыпқа байланысты мәтінді тыңдаңыздар. Теперь прослушайте, пожалуйста, текст к новой теме. Гүл дегеніміз өсімдік, олар өмірдің сәні. Цветок – это растение, это красота жизни. Табиғат көркі, красота природы. Гүлдер адамдарға жақсы көңіл күй сыйлайды. Цветы дарят людям хорошее настроение, ауаны тазартады, очищает воздух. Гүлдердің де жаны бар, у цветов тоже есть душа. Олармен де сөйлесіп тұру керек. С ними тоже надо разговаривать. Гүлдер үш топқа бөлінеді. Дала гүлдері, бөлме гүлдері және емдік гүлдер. Цветы делятся на 3 группы: полевые, комнатные и лечебные. Дала гүлдері бәйшешек, раушан, қызғалдақ, бақбақ. Полевые цветы подснежник, розы, тюльпаны, одуванчик. Бөлме гүлдері әйел бақыты, кактус, доллар гүлі. Комнатные цветы женское счастье, кактус, долларовое дерево. Емдік гүлдерге түймедақ, алоэ, қалампыр жатады. К лечебным цветам относится ромашка, алоэ, гвоздики. Осымен кезекті сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. На этом очередной урок закончен. До следующей встречи.